Егер сіздің компанияңыз инвесторлар тартқысы келсе, немесе дүние жүзі бойынша өнімдерін тасымалдағысы келсе, компанияға оның халықаралық жауапкершілік пен бизнес жүргізу стандарттарына сәйкес келетінін көрсету айтарлықтай маңызды мәселеге айналып отыр. Бара-бара көптеген клиенттер, тапсырыс берушілер, тасымалдаушылар мен іскерлік серіктестер сіздің бизнесіңіздің осы стандарттарға сәйкес келетінін дәлелдей алатыныңызды күтетін болады. Сіздің компанияңыз жалғыз емес, бұл бүкіл әлем бойына тарап жатқан беталыс. Жақын арада көптеген компаниялар өздерінің ішкі ережелеріне сәйкес, өздерінің халықаралық стандарттарға сәйкес келетінін дәлелдей алатын іскерлік серіктестермен және тасымалдаушылармен жұмыс істеуге міндетті болады. Бұл қандай стандарттар? Оларды қалай енгізуге, әрі өзгелерге осы нормаларды қабылдағаныңызды қалай көрсетуге болады? Біріккен ұлттар ұйымының кәсіпкерлік қызмет және адам құқығы саласындағы басшылыққа алынатын қағидалары немесе БО-ның басшылыққа алынатын қағидалары осы сұрақтарға жауап беретін тамаша құрал. БО-ның басшылыққа алатынын қағидалары бұл бизнесті жауапкершілікпен жүргізудің мейлінше беделді халықаралық стандарты. Оны компанияларға да, үкіметтерге де жіберудің үш бағыты бар. Мемлекеттің міндеті адам құқығын қорғау, адам құқығын сақтаудағы корпоративтік жауапкершілік және құқықтық қорғау құралдарына қолжетімділікті қамтамасыз ету. Екінші бөлігі адам құқығын сақтаудағы корпоративтік жауапкершілік. Бизнестің адамдарға кез келген теріс әсер етуін болдырмас үшін не істеу керектігін айқындайды. Бұл стандартты ауқымына, географиясы мен жағдайына қарамастан барлық компаниялар мен кәсіпорындар пайдалана алады. БО-ның басшылыққа алынатын қағидаларында барлық компаниялар мемлекет орындайтын міндеттерге бара-бар 3 міндеттен тұратын кешенді орындайтыны күтіледі. Бірінші, өзіне адам құқығын сақтау жөнінде міндеттемелерді жүктеу. Екінші, адам құқығы саласындағы тиісті абайлаушылықты тұрақты негізде жүзеге асыру. Үшінші, компания келтіріп отырған немесе себепші болған залалды жоюға мүмкіндік беретін шағымдарды қарастыру механизмдерін енгізу. Адам құқығы саласындағы тиісті абайлаушылық бұл компанияларға адамдарға қатысты қауіп-қатерді анықтауға және жоюға мүмкіндік беретін басқару жүйесі. Жүйеге үнемі қайталанып отыратын 4 негізгі қадам енеді. Бірінші, компанияның немесе кәсіпорынның барлық іс-әрекетінің адам құқығына әсер етуіне баға беру. Екінші, әсер етуді болдырмау және жұмсарту саясатын, үдестерін және тәжірибесін енгізе отырып, алынған нәтижелерге сәйкес әрекет ету. Үшінші, жауап ретінде жасалған шаралардың тиімділігін қадағалау және мониторинг жүргізу. Төртінші, компания адамдарға өзінің кері әсерін тигізуді қалай жойып жатқаны, болдырмайтыны және ескеретіні жайлы мүдделі тұлғалар мен өзге де әріптестерін хабардар ету. Бұл үдеріс сіздің компанияңыз өзінің жеке қызметі нәтижесінде туындайтын кез келген болуы мүмкін кері әсерді басқара алатынын білуге және өзінің көптеген серіктестері мен инвестор серіктестеріне, ірі компанияларға, клиенттеріне, жергілікті қоғамдастықтарға, қызметкерлеріне, мүмкіндігі шектеулі адамдарды, балаларды қоса алғанда, халықтың осал бөлігіне және өзгелерге көрсету үшін қажет. Бұл әрекеттер сіздің компанияңыз, мысалы өз қызметкерлеріне лайықты еңбек жағдайын және күнкөріс минимумын қамтамасыз ете отырып, тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге оңтайлы үлес қосып жатқанына көз жеткізуге мүмкіндік береді. Ұлттық және халықаралық деңгейде компаниялар жауапкершілікпен әрекет ететін және адамдарға қатысты өзінің әулетті кері әсерін тигізуін басқаратыны күтіледі. Осы болжамдарға сәйкес келу оң нәтижесін бермек. Компанияңызға адам құқығын сақтауға көмектесе отыра, сіз өзгеден артық көрінетін лайықты іскерлік серіктес ретінде таныласыз. Көбірек ақпарат білгіңіз келсе, БО-ның бизнес және адам құқығы мәселелері жөніндегі ғаламдық веб-сайтын қараңыз. www.undp.org